Сәлем, сіздермен 99 каналы. Бүгінгі қызықты видео митоз, мейоз, амитоз тақырыбына арналады. Ендеше кеттік. Жасушалардың бөлінуі барлық тірі ағзалардың көбеюі мен дамуының негізінде жатқан биологиялық процесс. Жасуша бөлінуінің 3 типі бар: амитоз, митоз және мейоз. Амитоз. Жасуша бөлінуінің бұл типі кезінде хромосомаларда құрылымдық өзгерістер болмайды. Амитоз процесінде хроматин жіпшелері пайда болмай-ақ, ядро бірден екіге бөлінеді. Митоз. Жаңа ұрпақ жасушалар арасында генетикалық материалдар тең мөлшерде бөлінетін жасушаның бөліну әдісі. Митоз нәтижесінде хромосома жиынтығы өзгермей диплоидты болады. Және митоздық айналым 4 кезеңнен тұрады: кариокинез, ядроның бөлінуі; цитокинез, цитоплазманың бөлінуі; интерфаза, бөлінуге дайындық кезеңі; және митоздық бөліну. Интерфазаның өзі 3 кезеңнен тұрады: синтез алдындағы кезең, синтез және синтезден кейінгі кезең. Синтез алдындағы кезеңде жасушаның бөлінуіне қажетті заттар күшті қарқынмен жинақтала бастайды. Синтез кезеңінде ДНК, РНК және нейроз көп мөлшерде синтезделеді. Хромосома екі еселенеді. Синтезден кейінгі кезеңде ДНК мөлшері өзгермейді, ал РНК және нейроз синтезі жалғаса береді. Энергия жинақталады. Интерфаза нәтижесінде ДНК молекуласы екі еселенеді. Митоз 5 фазадан тұрады: профаза, прометофаза, метафаза, анафаза және телофаза. Профазада хромосома жіпше пішінге келеді, ядро шық жойылады және нейроз синтезі әлсірейді. Цитоплазмадағы түйіршікті эндоплазмалық тор ыдырайды. Центриол екі еселеніп, полюске қарай тартылады. Прометофазада ядро қабығы ериді. Хромосомалар орынсыз орналасады және де хромосомалар экваторға қозғала бастайды. Метафаза. Хромосома қабығы байқалады. Хромосомалар экваторға жинақталып, ахроматин жіпшелеріне жабысады. Екі полюске қарай жылжиды. Анафазада хроматиттер жеке хромосомаларға айналады. Ахроматин жіпшелері қысқарады және бұл процестің барлығына АТФ энергиясы жұмсалады. Хромосомалар шиыршығы жазылады және ұзарады, жіңішкереді. Телофазада профазаға қарама-қарсы процесс жүреді. Полюске жетіп, жылжуы тоқтайды. Ядро қабығы, ядрошық түзіледі. Ядрошық маңында РНК, нейроз мөлшері көбейеді. Цитоплазма бөлінеді, нәтижесінде екі жасуша пайда болады. Мейоз. Хромосомалар жиынтығының екі есе азаюымен аяқталатын жасушаның бөліну процесі. Мейоз нәтижесінде гаплоидты хромосомалар жиынтығы бар 4 жыныс жасушасы пайда болады. Мейоз процесі екі кезеңнен тұрады: редукциялы бөліну және эквационды бөліну. Мейоздың бірінші бөлінуінде хромосомалар саны екі есе азаяды, ал екінші бөлінуі жыныс жасушалардың пайда болуымен аяқталады. Редукциялы бөліну митоз сияқты 4 фазадан тұрады: профаза 1, метафаза 1, анафаза 1 және телофаза 1. Редукциялы бөлінудің профазасы өте күрделі және бірін-бірі толықтыра жүретін бірнеше сатыдан тұрады. Профаза 1 5 сатыдан тұрады: лептотена, зиготена, пахитена, диплотена және диакинез. Лептотена жіңішке жіпшелер сатысы. Хромосома жіпшелері екі еселенеді. Зиготена қосарланған жіпшелер сатысы. Биваленттерге бірігеді. Әр хромосома 4 хроматиттерден тұрады. Хромосомалардың өзара жақындасуын конъюгация деп атаймыз. Пахитена ең ұзақ жүретін процесс болып табылады. Бұл кезде жұп хромосомаларда ақпарат алмасу, кроссинговер жүзеге асады. Диплотена алыстау сатысы. Ұқсас, яғни гомологиялық хромосомалар бір-бірінен ажырағанда X тәрізді фигура пайда болады. Оны хиазмалар деп атаймыз. Диакинез. Хромосома ұзындығы қысқарып, жуандай бастайды. Хромосома кариоплазмаға ретсіз таралады. Бұл метафаза басының белгісі. Метафаза 1. Ядро қабығы ериді. Ядрошық жойылады. Кариоплазма мен цитоплазма араласады. Хромосомалар экватор жазығына жиналады. Оларды ахроматин жіпшелері іліп алады. Анафаза 1.
Центромералар бөлінбей екі полюске қарай тартылады. Әрбір хромосома екі жіпшеден тұрады. Қарама-қарсы полюске бүтін хромосомалар тартылады. Сондықтан хромосома саны 2 есе азаяды. Оны редукциялану дейміз. Телофаза 1. Ұқсас хромосомалар екі полюске жинақталады. Ядро қабықшасы түзіледі. Ядро пайда болады. Жасуша заттары қалпына келеді. Телофазадан соң гаплоидты хромосома жиынтығы бар 2 жас жасуша түзіледі. Осыдан кейін қысқа уақыттық интерфазадан өтіп, жасушаның екінші мейоздық бөлінуі басталады. ДНК репликациясы жүрмейді. Хромосома жиынтығы диплоидты болып қала береді. Мейоздық екінші бөліну профаза 2, метафаза 2, анафаза 2 және телофаза 2 сатыларынан тұрады. Митоз процесімен бірдей жүреді. Сонымен, мейоз процесінің нәтижесінде бір диплоидты жасушадан 4 гаплоидты жасуша пайда болады. Барлық жыныс жасушаларының көбеюі мейоз арқылы жүзеге асады. Егер видео ұнаған болса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 пен бірге дамы!